Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары. Бүгін мен Unit 4 Drama and Comedy тақырыбының 51-ші бетін түсіндіретін боламын. Сабақты көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайкты баямай басып кетейік. Менің видеоларымды 90% тіркелмеген адамдар көреді екен. Сол үшін ерінбей тіркеліп кетсек. Ендеше кеттік. Видеоны айналдырмай толықтай көреміз, себебі сабақтың ортасын түсінбей қалуымыз мүмкін. Бізде writing бөлімі, яғни жазылым бөлімі, profile дейді. Бізде мына жерде адамдардың мінездемесі және өмір баяны жайында осы бөлімде тапсырмаларды орындаймыз. Яғни бізде бірінші тақырып read the text and answer the questions дейді. Текстті оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Сұрақтарды жауап бермей тұрып, бірінші текстті оқып түсініп алайық. Дэниел Крейг деген атақты адам туралы, яғни бұл бізде актер адам. Famous person Дэниел Крейг, атақты адам Дэниел Крейг дейді. Дэниел Крейг's full name is Дэниел Ротон Крейг дейді. Дэниел Крейгтің ұзақ, яғни толық аты жөні Дэниел Ротон Крейг дейді. He was born on 2nd March 1968 in Chester, England. Ол 1968 жылы 2 наурызда Англия жеріндегі Честерде дүниеге келген дейді. His average height and slim and he's got short blonde hair and blue eyes дейді. Оның бойы 178 сантиметр және ол арық дейді. Және оның шашы қысқа сары дейді және оның көк көздері бар дейді. He first studied acting when he was 6 years old. And he started professional training at the age of 16. Ол алғаш рет 6 жасында сахнаға шығып жаттыға бастады дейді. Және ол кәсіби түрде, профессионалды түрде 16 жасында бастады дейді. When he joined the National Youth Theatre. Ең алғаш рет 16 жасында кәсіби түрде ұлттық театрда бастады дейді. He also trained at the Guildhall School of Music and Drama and he completed his training there in 1991 дейді. Ол сонымен қатар Guildhall мектебінің музыка және драма бөлімінде 1991 жылға дейін оқыды дейді. Келесі. His first film was The Power of One in 1992. Оның ең алғашқы түскен фильмі 1992 жылы The Power of One деген фильмге түсті дейді. One of his first big roles was in Lara Croft, Tomb Raider with Angelina Jolie. Оның ең алғашқы үлкен рөлдерінің бірі Анджелина Джолимен бірге Лара Крофт фильмінде Tomb Raider рөлінде ойнайды дейді. He got the part of James Bond in 2005. Ол 2005 жылы James Bond рөлін ойнап аяқтады дейді. The first film, Casino Royale, was a huge hit and he won 3 British Acting Awards for it. Оның ең алғашқы фильмі, The First Film, Casino Royale деген фильмі үлкен хит болды дейді. Және ол соның арқасында 3 награданы жеңіп алды дейді. Ұлыбританияның 3 ұлы наградасын жеңіп алды дейді. He is also the voice of James Bond in video games. Ол сонымен қатар James Bond'тың дауысын видео ойындарда дауыстайды дейді. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ. Which paragraph is about Daniel Craig's career in general дейді. Daniel Craig'тің карьерасы жайында қай абзацта азат жолда айтылған дейді. Яғни бізде 3 азат жол берілген, соны табуымыз керек. Бізде оның карьерасы, жұмысы жайында 2-ші азат жолда айтылған. Яғни paragraph 2 is about his career in general. Келесі сұрақтың жалғасы which is about the awards he won дейді. Ол қандай наградаларды жеңіп алды дейді. Ол жайында бізде 3-ші бөлікте айтылған, яғни paragraph 3 is about the things he won дейді. Келесі сұрақтың жалғасы which is about personal details. Оның өзінің жеке басында қай параграфте айтылған дейді.
оның жеке бас жайында бірінші параграфте айтылған, яғни paragraph 1 is about personal details. Бірінші бөлімде өзінің жеке басына сипаттама берілген дейді. Келесі екінші сұрақ, where was he born дейді. Ол қайда дүниеге келді дейді. In Chester, England. Ол Англия жеріндегі Честерде дүниеге келді дейді. Келесі how tall is he дейді. Оның бойының ұзындығы қанша дейді. Яғни ол 178 сантиметр. Where did he train дейді. Ол қайда жаттығып бастады дейді. Ол, яғни бізде Guildhall мектебінің музыка және драма театрында бастады жаттығып оқып. Келесі when did he start playing James Bond. Ол Джеймс Бондты қай жылы ойнады дейді. 2005 жылы. Келесі бізде екінші жаттығу exercise 2 study the key phrases, match the phrases with the 3 paragraph is modal text, then look at the text again and check. Біз мынау бос орындарды, яғни текстін алып толтыруымыз керек. Мәтіннің ішінен керек сөздерді толықтыруымыз керек. Ендеше кеттік, орындаймыз. Яғни бұл Дэниел Крейг туралы жазылған болатын. His или he екеуісінің біреуісін табуымыз керек. Яғни бізде ұлдарға his деп айтамыз, яғни оның болса his деп айтамыз, қыздарға her дейміз. Яғни бұл жерде his деп қолданамыз. His full name is Daniel Wharton Craig болады. Келесі екінші, he ол болғандықтан оған he деп айтамыз. He trained at the Guildhall School of Music and Drama. And drama. Келесі, he won 3 British Acting Awards. Ол 3 Ұлыбританияның наградасын жеңіп алды дейді. Келесі, he's got blonde hair, short blonde hair and blue eyes. Оның сары қысқа шашы және көк көзі бар дейді. He was born on 2 March 1968. Ол дүниеге келді 2 наурызда 1968 жылы дейді. Келесі, he first started acting when he was 3 years old дейді. Мына жерде қате кетіпті. Ол 3 жасқа толғанда жаттығып бастады дейді. Негізі 3 жас емес, бұл жерде 6 жас болады. Соны дұрыстап жөндейміз. He started acting when he was 6 years old деп жауап береміз. Келесі, he also won. Ол сонымен қатар жеңіп алды дейді. The voice of James Bond in video games. Джеймс Бондтың дауысын видеолық ойындарда дыбыстауға рұқсат алды дейді. Келесі бізде осылар жайында қай параграфтерде айтылғандығын да табуымыз керек. Яғни осы 1-ден 7-ге дейінгі сөйлемдер мына параграфтерде айтылған, осыларды жазып ала саламыз. Келесі бізде 3-ші жаттығу. 3-ші жаттығу read the rule and the examples. Then choose the correct position for also in sentences 1 till 4. Біз мына жерде ережені оқы дейді, және also сөзінің дұрыс қолданылуын белгіле дейді. Ең алдымен ережені оқитын болсақ, also comes after the verb be and before other verbs дейді. Яғни бізде also сөзі to be етістігінен кейін келеді дейді. Және басқа да етістіктердің алдында келеді дейді. Мысалға, мына жерде бірінші сөйлемде to be етістігі қолданылған. To be дегеніміз, мына жерде көрініп тұр, he is, яғни also сөзі to be етістігінен кейін келіп тұр. He is also the voice of James Bond in video games. Ол сонымен қатар, also дегеніміз сонымен қатар болып аударылады. Ол сонымен қатар Джеймс Бондтың дауысын видео ойындарда дыбыстайды дейді. Келесі, he also trained. Яғни бұл жерде also сөзі етістіктің алдында келіп тұр. Яғни also сөзі етістіктің алдында қолданылған. He also trained at the Guildhall School of Music. Ол сонымен қатар Guildhall мектебінде
ойнайды дейді, яғни оқиды дейді. Келесі бізде табуымыз керек бірінші сөйлем he played the part of Gambit. Яғни бұл жерде he played the part of Gambit, яғни ол Гамлет рөлінде ойнады дейді. Ол сонымен қатар he also played Julius Caesar, яғни Julia Caesar'дің рөлінде ойнады дейді. Келесі, бұл жерде біріншіде бізде also played сөзін қолданамыз. Келесі, he is good at singing. Ол әнді жақсы салады дейді, әнді жақсы айтады дейді. Сонымен қатар, he is also good at dancing. Ол биді де жақсы билейді дейді. Келесі, we visited London. Біз Лондонға барамыз дейді. We also went. Біз сонымен қатар Оксфордқа да барамыз дейді. We also went. Келесі, his old video game was boring. Оның ескі ойындары іш пыстырарлық дейді. It, ол, сонымен қатар was also very easy. Ол сонымен қатар өте оңай болатын дейді. Келесі бізде төртінші жаттығу follow the steps in the writing kit. Яғни Джим Керри жайында берілген тапсырма бойынша астындағы тапсырмаларды орындаймыз. Яғни бізде name дейді, Джим Керри. Яғни есімі Джим Керри дейді. Height, tall, started performing in his teens as a comedian. Ол комедия жанрынан бастады дейді өзінің карьерасын. First big film 1994 Dumb and Dumber. Оның ең алғашқы үлкен фильмі 1994 жылы Dumb and Dumber дейді. Awards, наградалар, яғни оның жеткен жетістіктері. Dumb and Dumber for comic performance, over 20 awards for acting. Яғни оның жеткен жетістіктері Dumb and Dumber, яғни комик рөлінде ойнаған. Келесі бізде 20-ға жуық оның сондай наградалар бар дейді. Келесі writing kit, осы берілген тапсырманы орындауымыз керек. Яғни A task дейді. A бөлімдегі тапсырма. Write a profile of Jim Carrey or a performance of your choice. Яғни Джим Керридің мінездемесін жазуымыз керек, сипаттамасын жазуымыз керек. Немесе өздерің қалаған атақты бір адамды алып жазуға болады. Мұна Джим Керридің жазылған мінездемесін сипаттамасына қарап жазуға болады. Келесі B. Think and plan. Ойла және жоспарла дейді. Read the notes about Jim Carrey. Джим Керри жайында жазылған нені оқы дейді. Келесі what information do you want to put in each paragraph. Яғни мына параграфтарды қалай атайсың дейді. Яғни бірінші параграф бізде name деп тұр. Яғни бірінші параграфта бізде аты жөнінде айтылған. Келесі paragraph 2 дейді. Екінші параграфта hate деп жазамыз. Үшінші параграфте бізде started performing. Осы жайында айтылған. Яғни started performing оның карьерасын қай кезден бастады дейді. Started performing дейміз. Келесі write your profile and follow your paragraph plan. Use the modal text and the key phrases дейді. Яғни өздеріңнің мінездемелеріңді жазыңдар және параграф құрастырыңдар дейді. Мынандай параграф құрастырыңдар дейді. Және мәтіннен сөздерді пайдаланып құрастырсаңдар болады дейді.